асты 2 метрлік диванға осындай дивандек асты үстін жабатын, және де ол диванның ең қызық жері, қыздар, подлокотнигі на липучке екен. Соны қалай жасап әдемі қылып шығарудың жолдарын бүгін сіздермен мен Асылзат осы мастер-классымде бөлісетін боламын. Мінекей мен мынандай велюрдан 2 метр сатып алдым. Білесіздер, бұл қазір жаңадан шыққан 3D рисункасы бар, мынандай узоры бар. Біздің неве жаңағы стеганый велюр, мінекей астары бар, мынандай тормозогымен көктелген, тайып кетпейтін, диванға жабысып қалатын осындай дивандек керемет болайын деп тұр. Бұған мен косой бекамен қылмайтын болдым, қыздар. Мынандай өзіне под цвет серый, темно-серый матовый велюр алдым. Және 4 сантиметр қылып, 2,70 ұзындығы, 4 сантиметрлік ені бар. 4 штук осындай 4 жағына, мына диванымыздың 4 жағын мына көктеп шығуына 4 полоска қиып алдым. Және де біздің подлокотнигіміздің үсті мінекей, үсті 53-ке 70 екен, мінекей. Мына жағынан 70, ал ені 53. Оның астына мына 2 құрақты тігеміз. Өйткені біздің подлокотник. Құрметті қыз-келіншектер, мінекей мен дивандығымның осындай ең ұзын жағынан бастаймыз. Негізі мен бұны 2 метрге 198 қылып алдым. Со 2 метр деген жағынан бастаймыз. Қыздар, мінекей мен мына жағынан келіп до конца тігіп, былайынан мінекей угол шығардым. Міне бәр жағын тіктім. Енді астыңғы жаққа бетіп қаратып алып, астын көктеп шығамыз, қыздар. Сол кезде біздің мына дивандығымыздың сырты осылай көктеледі. Неге енді астына қаратып, мына мақтасы бар жерді бетіп жауып тігіп. Подлокотнигіміздің алдыңғы жағының пішіні осындай болып шықты, қыздар. Видеодан жаңа клиентіміз өлшеп жіберген бойынша және суретіне қарап осындай пішін картонға сызып алдым. Енді мінекей 2 жағын битіп осылай кесіп алдым. Міне осылай 2 жағында битіп тұратын болады подлокотнигіміз. Үстінен жаңағы 50-ге 70 деген матамызды тігіп шығамыз. Енді дәл осылай мына жағынан мінекей сәл артықтау қылып алып аламыз тігіске, содан кейін қиып тастаймыз кейін. Бірақ барынша артықтау қылып алып, мына тігістің орнын, мына өзінің міне былайынан метка қойып кетеміз. Сол жермен тігіп кетеміз, қыздар. Содан кейін артық жерін қиып тастаймыз. Мінекей метка қылып кеткен жер олар тігіс. Түсінген шығарсыздар, міне. Мынау метка, мынау жаңағы артықтау қылып қиып алғанымыз. Енді қазір мен бір жағына осылай, ал екінші жағына мына жағымен сызып алам. Дәл солай қылып, 2 жағының подлокотнигі осылай дайын болады. Ұмытып кетпеңіздер. Барлық жағын міне бұлай сызып алудың қажет жоқ. Бір жаққа қарап тұратын болады ол кезде. Мінекей, екеу 2 түрлі болу керек. Түсініңіздер ма? Содан кейін мына ворсына қарап, дивандықтың светіне келетіндей қылып, мынаны алдыға қаратып, өзі клиент подлокотнигін жабатын болады. Ал темный жағы диванның артына кететін болады. Түсіндіңіздер ғой? Мінекей, қыздар, біз дивандығымыздың етегіне енді осылай қойып алып, қалай біз енді мынаны әдемілеп сборка бірдей болып үшін, 2 жағына бірдей қылып жинау үшін, 2 жағына деппін ғой. Біздің мына 3 метрлік кружевамызды жақсылап мына 2 метрлік дивандықке әдемі қылып, бірыңғай қылып орналастыру үшін біз осы кружевамызды тең жартысына бетіп беттестіріп аламыз. Мінекей. Мынау міне ортасы. Дәл осының ортасына біз мына инемізді тығып аламыз. Осы енді ортасы болды. Енді дивандығымыздың, білесіздер, мынандай ені 2-ге 2 екен. Енді 1-ге 1, мына жағы 1 метр 1,
сантиметр, 101 ғой енді. Соның ортасына мінекей былайынан белгі қойып қойдым. Мынау диванымның қақ ортасы міне. Мына ине тығып қойған жерім. Және де міне середина дейді ғой, міне ортасы. Енді кружевамның да дәл мына белгілеген ортасын сол мына инеге беттестіріп қойып аламын. Қазір көрсетемін. Мінекей қыздар, примерно көріп тұрсаңыздар, міне кружевамның жаңа инесін тықтым ғой, ортасы. Дәл ортасы мына кружевамның дәл ортасына келіп, міне дивандегімнің ортасына мінекей осылай қылдық. Енді екі шеті бірдей жиналу керек. Бір жағы артық, бір жағы кем болып қалмайды міне. Әнекей. Осы жақта міне ар жақ қаратып кете береміз, гармошка қылып, жаңағы складочка істеп, сосын мына жағынан да складочка істейміз. Сол кезде бірдей жиналады қыздар. Мына жаққа үлкен, ан жаққа кішкентай болып қалмайды. Осылай, егер де сіз осындай невеге келіп тоқталып қалсаңыз, басыңызды қатырмай, осындай ортасын тауып алыңыз да, оннан солға қарай, және мына жағын солдан оңға қарай жинап алыңыз. Сол кезде отлично, тегіз, идеально болып складка жасайсыз. Мінекей құрметті қыз келіншектер, осылай міне мынау центріміз. Енді екі жаққа қарап кеткен мінекей біздің ровный әдемі келісімді міне складочкамыз шықты. Бәрін инемен тоқтатып, мына жеріме, мына тесеманың үстімен машинкамен өтсек болды, жетер. Ал міне дивандегіміздің етегі осындай болмақ қыздар. Қалай күшті кетті ма? Тек қана мына бос тор жағын ғана складка қылдық, а гүлдерін қалдырдық міне. Мінекей құрметті келіншектер, біз мына жағынан 1 сантиметр тастап отырып, былайынан мына бүйтіп айналдырып тігіп келе жатырық міне. Былайынан. Сол кезде бізде міне мынандай болып подлокотнигімізге киілетін осындай шапочка болып шыға келеді мінекей. Көрініп тұр ма? Міне. Осылай кигізіп қояды, подлокотник кірлемейді. Мінекей. Кейінірек мына жағын жаңадай өзіне подсвет велюрымен көктеп шығамыз. Сонымен ізінде қазір сіздерге неге көрсететін боламын жаңағы результатты. Ең бастысы мына ине көтеріліп тұрған кезінде бұрып алсаңыз болады, тоқтатып тұрған кезінде. Өйткені екі қабат мата өте қалың, былайынан бұрған кезінде мата қисайып, ине де қисаяды қыздар. Міне. Дәл осы жерде міне көріп тұрсыздар. Осындай шапочка пайда болды міне. Әнекей. Мына подлокотнигіне барып киілетін әдемі осындай шапочка болды бізде. Енді мына жақтарын барлығын осылай велюрмен қаптап шығамыз. Мінекей қыздар, мына 4 сантиметрлік біздің полоскамызбен қазір подлокотниктерімізді айналдырып шыққаннан кейін біздің керемет дивандегіміз дайын болады, Аллаға шүкір. Ол үшін біз мына ұзын жағынан сәл артықтау қылып аламыз. Мінекей. Осы жағынан полностью айналдырып шығып, кейін барып, міне былайынан қайтарып, әдемі қылып тігіп шығамыз. Жан жағын міне мына жағына дейін. Deluxe Uют Market отправляет заказ шикарный диван-дег на диван шириной 2 метра. 2 подлокотника в комплекте и еще наш красивый диван-дег с 3D узором, видите, да? У нас ворс очень хороший, мягкий, качество отличное, антискользящий подклад и красивая богема кружева, очень богато смотрится. Позже от клиента ждем приятных отзывов и фото, и видео отчетов. Липучки все на месте сшиты. Это для подлокотников, это на диван.